Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай, етсіз дайындалатын түскі асқа немесе кешкі асқа тағам дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа суды қойып, үстінен жұмыртқаны саламыз, үстінен тұзды қосып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Бір қалыпқа енгеннен кейін ұнымыздың жартысын салып, тағы да жақсылап қозғап алатын боламыз. Одан соң қалған ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Қамыр бізде қаттылау болады. Осылай жақсылап қамырымызды илеп, қалтаға салып, шамамен 10 минуттай уақытқа қалдырып қоямыз. Ол уақытта салмасын дайындайтын боламыз. Салмаға картопты осылай теркадан өткізіп аламыз, немесе майдалап төртбұрышты етіп кессеңіз болады. Одан соң үстіне майдаланып туралған пиязды саламыз. Және де көк пиязды да дәл солай майдалап турап қосамыз. Үстінен қалауымызша тұзды салып, зира және де қара бұрыш, қызыл бұрыш қоссаңыз болады, өзіңіздің талғамыңызға қарай. Одан соң 4 ас қасық сұйық майды құйып, жақсылап бір қалыпқа енгенше араластырамыз. Толығымен араластырып алып қоямыз. Ал енді қамырымызды екіге бөліп, тағы да домалатып, осылай илеп алатын боламыз. Қайтадан қалтаға салып, шамамен 5 минуттай уақытқа осылай қалдырамыз. Одан соң ғана жаюға кірісетін боламыз. Міне қамырымыздың июі қанды. Енді қамырымызды жайып аламыз. Осылай бірінші қолымызбен басқылап, барлық жерін жасаймыз. Осылай жасасаңыз жайғанда оңайырақ болады. Одан соң шеттерін ғана бірінші оқтаумен жайып шығамыз. Қамырдың қалыңдығы қатты қалың емес, жұқа емес, орташа болады. Қамырымызды енді бір қалыпты етіп жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан соң, мантыны кескендей етіп, қамырымызды орап, кесіп шығамыз. Үлкендеу етіп кесетін боламыз. Сонда әдемі көрінетін болады. Одан соң қамырымыздың әр бөлігіне осылай сұйық майды жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін ортасынан салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп, қамырымызды жинаймыз. Жасалуы өте оңай. Барлығын осылай жасап болғаннан кейін, осылай мантаваркамыздың астына май жағып, осылай бетіне қойып шығамыз. Одан соң бетіне барлығыны осылай сұйық майды жағамыз, себебі піскен кезде қатып қалмауы үшін қажет болады. Одан соң қайнап тұрған суда 40 минуттай шамасында пісіріп алатын боламыз. Ал енді екінші жинау түрін көрсететін боламын. Бұл жерде қамырды жайып, барлық жеріне сұйық майды жағып алдым. Одан соң салмасын осылай туралап, барлық жеріне салып шықтым. Және де енді дәл солай бағанағыдай жинайтын боламыз. Осылай жасасаңыз да оңай болады. Қыздар, егер де сіздерге видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Каналымның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосыңыз. Ал енді подлив дайындаймыз. Ол үшін сковородкамызға май құйып, үстінен пиязды саламыз. Жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Одан соң бетіне болгар бұрышын дәл солай төртбұрышты етіп турап саламыз. Тағы да жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болғаннан соң үстінен томатты қосамыз. Томатты да жақсылап бір қуырып, үстінен суды құйып, тұзымызды, дәмдеушімізді салып, шамамен 10 минуттай уақыт қайнатып алатын боламыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын!